Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен етті рулеттің рецептімен бөлісетін боламын. Ол үшін ең алдымен қамыр илеп аламыз. Жұмыртқа, тұз, суды венчиктің көмегімен араластырып, одан кейін ұнын қосамыз. Одан кейін сұйық май қосып, қолымыздың көмегімен жұмсақ қамыр илейміз. Дайын болған қамырымызды целлофанға салып қойып қоямыз. Фаршты дайындаймыз. Ол үшін ең алдымен пиязымызды үкіштің ең кішкентайынан өткізіп аламыз. Татымына қарай тұз, бұрыш, приправа және сұйық май қосып, бір келкетіп араластырамыз. Дайын болған қамырымызды бір келкі етіп 4 бөлікке бөліп аламыз. Әрқайсысын жұқалап жаямыз. Үстіне фаршты салып, бір келкі етіп жұқалап жағып шығамыз. Одан кейін видеодағыдай домалақ етіп орап, шеттерін бекітеміз. Осылай 4 қамырды да істеп шығамыз. Одан кейін бірдей бөліктерге кесеміз. Пияз бен сәбізді турап аламыз. Картопты да турап аламыз. Одан кейін табаға май құйып, пиязды салып қуырамыз. Үстінен сәбізді салып, біраз қуырамыз тағы да. Одан кейін томат пастасы мен картопты салып, татымына қарай тұз қосып, біраз қуырып алып, су құямыз.
рулеттерді бір келке етіп орналастырып шығамыз. Одан кейін су құйып, бетін жауып пісіріп аламыз. Осымен біздің тамағымыз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Барлықтарыңызға ас болсын.